Ассалаумағалейкум. Дәмді және тез дайындалатын мимоза салатын дайындаймыз. Бұл салатта мен тунец қолдандым. Сіздер әртүрлі ұнаған балықтарыңызды салуларыңызға болады. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп өтіңіздер. Бізге алдымен керек құрам ол картоп, сәбіз, жұмыртқа, уақтап туралған пияз және мындай менде тунец консервідегі және майонез керек болады. Біздер ең алдымен пиязды осылай уақтап турап аламыз да үстіне ыстық суымызды құйып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Біздің пиязымыздың ашылығы шығуы керек. Менде дөңгелек форма жоқ, арнайы осындай ыдысты түбін кесіп форма қылып алуларыңызға болады. Картопты күштен өткізіп, ірі күштен өткіземіз де ең астыңғы слойға орналастырамыз. Оның үстіне кішкене басыңқырап, майонезімізді саламыз. Майонез салғаннан кейін оның үстіне тунецімізді саламыз. Тунецтің артық майын, суын төгіп тастаймыз да тек осындай өзін қылдырамыз. Оның үстіне тағы да кішкене утрамбовка жасаймыз. Осылай оның үстіне тағы да келесі слой бізде майонез. Одан кейін жұмыртқаның бізде ағы, жұмыртқаның ағын біз ірі күштен өткіземіз. Тағы да майонез саламыз. Бізде келесі слой ол пияз. Пиязды ыстық судан ыстық суын төгіп тастаймыз. Осылай пияздың өзін қылдырамыз. Пиязды салып үстінен кішкене басыңқыраймыз да, оның үстіне тағы да майонез саламыз. Келесі бізде сәбіз және де тағы да майонез. Ең үстіңгі бетіне біз жұмыртқаның сарысын салғамыз. Бұны біз ұсақ күштен өткіземіз. Осылай салып шығамыз. Біздің мимоза салаты осындай болып шықты. Тоңазытқышқа салып қойылуыңызға болады. Әртүрлі слойлары анық көрініп тұр. Тоңазытқышқа салып аламыз. Мінекей біздің мимоза салатымыз дайын болды. Өте нәзік болып шығады. Нежный дейді ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонаққа, дастарханға қоюға өте әдемі. Осылай қойсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.